Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 8 сыныптың Қазақстан тарихынан Ресей империясының қазақ хандығын қосып ала бастауы тақырыбын талдайтын боламын. Сондықтан сіздер менің қазақша білім контенті арнама тіркеліп, маған мотивация беріп, сондай-ақ өздеріңнің достарыңызға таратып, видео ұнаса лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Бүгінгі тақырып Ресей империясының қазақ хандығын қосып ала бастауы. Бұл сабақта қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына талдау жасаймыз. Сондай-ақ сыртқы саясатта қазақ хандығының Ресейдің құрамына кіруге итермелеген алғышарттар менен салдарын анықтайтын боламыз. Жоңғар шапқыншылығы аса ауыр болды және ұзаққа созылды. Бұланты шайқасы менен Аңырақай шайқасында қазақ әскерлері тамаша жеңіске жетті, бірақ жеңіс баянды болмады. Қазақтардың көпшілік жері әлі де болса жоңғарлардың қол астында қалды. Ұлы ханға Әбілмәмбет ханның сайлануы сұлтандардың тақталасын одан сайын өршітіп жіберді. Енді әрбір хан жоңғар шапқыншылығынан құтылудың жолын және өз билігін нығайту жолын әртүрлі іздестіре бастады. Мысалы, Кіші жүздің ханы Ресей мемлекетінің қолдауына сүйенуге бел буды. 1730 жылы Кіші жүздің билері Әбілқайыр ханға Ресеймен әскери одақ жасасуды ұсынды. 1730 жылы Әбілқайыр хан Петербургке Құтылымбет Қоштайұлы мен Сейітқұл Құндағұлы бастаған өзінің елшіліктерін жіберді. Елшінің негізгі мақсаты бұл қазақ хандығын Ресейдің қол астына алу туралы құжат болды. 1730 жылы қыркүйек айында елшілік Кіші жүзді Ресейдің қарамағына алу туралы өтінішті императрица Анна Иоановнаға тапсырды. 1731 жылы императрица Анна Иоановна Кіші жүздің қазақтарын Ресейдің қол астына алу туралы грамотаға қол қойды. Ресейдің қарамағына қосылуға өтініш берген Кіші жүз қазақтарынан ант қабылдау үшін 1731 жыл көктемде Петербургтан сыртқы істер коллегиясының тілмәші Тевкелев бастырған елшілікті жіберді. Елшіліктің құрамында башқұрттың ықпалды старшыны әрі батыры Таймас Шайымов та болды. Тевкелевке қандай міндеттер жүктелді? Біріншіден, қайткен күнде де Кіші жүзді Ресей мемлекетінің қарамағына алу туралы құжатқа қол қойдыру болды. Ол үшін 1 миллион орыс рубліне дейін жұмсауға рұқсат берілді. Сондай-ақ Әбілқайырға бағалы қымбат сыйлықтар жасалынды. Бұларды тек Құран ұстап, ант беріп, құжатқа қол қойғаннан кейін ғана тапсыру қарастырылды. Екінші мақсаты осы қазақ хандығы туралы барлау мәліметтерін жинауға, жер бедерін суреттеуге, қазақтардың тілі, әдет-ғұрпы, салт дәстүрлері туралы мәліметтер жинақтауға тиіс болды. Ресейдің қол астына өту туралы шешім Әбілқайыр ханның жеке өзінің бастамасы бойынша қабылданғанын білген билеуші топтар Әбілқайырға қарсы шықты. Себебі Әбілқайырға олар Ресейдің қол астына өту емес, Ресеймен әскери одақ болуды тапсырған болатын. Сондықтан бұл келісімді үзуге ашықтан ашық қарсы шықты. Тіпті Тевкелевті өлтіруге дейін әрекет жасалды. Сондықтан дипломатты өмірін қорғау Әбілқайырдың ұлы Нұралыға жүктелді. Тевкелев Ресей империясының сенімді өкілі екендігін алға тартып, билеушілерді дүние мүлікпен қызықтыру, сый-сияпат жасау, пара беру, ашықтан ашық қоқан-лоқы жасау, қорқытып үркіту арқылы Ресейдің қол астына өтуге көндірді. 1731 жылы 10 қазан күні Әбілқайыр хан басқарған 29 старшын Ырғыз және Тобыл өзендерінің арасындағы Майтөбе деген жерде Ресей империясының қол астына өту туралы ант қабылдады. Әбілқайыр хан Ресейдің қол астына өткенде негізгі екі мақсатты көздеген болатын. Бірінші, қалмақтар, башқұрттар, жоңғарлар қазақ жерін шабуылдауын тоқтату. Екінші, Ресей билеушілеріне арқа сүйеп, аға хандыққа таласта қарсылас топтарын жеңу. Бірақ Әбілқайыр ханның бұл ойлаған мақсаттары жүзеге аспады. Әбілқайырды тек Кіші жүздің ханы етіп қана бекітті. Сондай-ақ башқұрттардың да, қалмақтардың да, Орал қазақтарының да шекара аймағындағы шиеленіс қақтығыстары толастамады. Тіпті жоңғар хандығы Қалден Серен 1741-42 жылдары қазақ жеріне шабуыл жасап, тағы да бір ақтабан шұбырындыны жасады. Патша үкіметі жоңғарлармен қарсы күресте ешқандай әскери көмек бермеді.
Кіші жүзден кейін Ресей империясының қол астына орта жүздің бір бөлігі өтті. Жаңадан қосылған қазақ жерлеріндегі шептерін нығайту мақсатында Ресей үкіметі 1734 жылы Кириллов басқарған экспедиция жабдықтады. Бұл Ор өзені бойында бекініс тұрғызуды, Орта Азия хандықтарымен керуен саудасын нығайтуды және қазақ өлкесіндегі табиғат байлықтарын игеруді көздеді. 1730-40 жылдары Жайық өзенінің бойынан үй шекара шебі салынды. Ол жоғарғы Жайық бекінісінен Звериноголовская бекінісіне дейін 770 шақырымға созылды. Сондай-ақ 1752 және 1755 жылдары қазақ-жоңғар соғыстарын пайдаланып, Орта жүз қазақтары жерінің солтүстік аймағында жаңа есіл шекара шебін салды. Кіші жүз бенен Орта жүз қазақтарының Ресейдің қол астына өтуінің салдары өте жағымсыз болды. Біріншіден, қазақ халқы бірте-бірте өз тәуелсіздігінен айырылды. Екіншіден, патша үкіметі жалпы қазақ хандығы болуын мойындамау арқылы қазақ мемлекетінің аумақтық тұтастығын бұзды. Үшіншіден, Қазақстанның Ресейдің ықпалында болуы Орта Азия мемлекеттерімен қарым-қатынасын нашарлатып жіберді. Достар, тақырыптың соңындағы сұрақтарменен тапсырмаларға жауап бердім. Егер сен Әбілқайыр хан заманында өмір сүрсең, қай тарапта болар едің? Жақтаушы болар ма едің, әлде Әбілқайырдың саясатына қарсы болар ма едің? Мен өз ойымды жаздым, әр қарай өзің де ойыңды қосарсың. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қазақша контентті қолдап отырайық. Рахмет, сау болыңыздар.